Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып етістіктің рай категориясы және тұйық етістіктің жасалуы. Етістіктің рай категориясы етістіктің іс-әрекетті орындаушымен уақытпен байланысты шаққа түрленуін етістіктің рай категориясы деп атайды. Етістіктің райлары ашық рай, бұйрық рай, шартты рай және қалау рай. Ашық рай етістіктің үш жағы арқылы жасалады. Мысалы, мен хат жазып отырмын. Осы шақ. Бұйрық рай бұйыру, өтініш білдіру мәнінде айтылып жіктеліп келеді. Шартты рай қимылдың, іс-әрекеттің болу-болмау, іске асу, аспауының шартын білдіреді. Қалау рай іс иесінің іс-әрекетті қалауын, соған ынтасын білдіреді. Г, қ қосымшалар арқылы. Енді мысалдар қарастырсақ, ашық рай. Мысалы, мен хат жаздым. Өткен шақ. Мен хат жазамын. Келер шақ. Ары қарай бұйрық рай. Айтайын, білейін, сен айт, біл. Сіз айтыңыз, біліңіз, ол айтсын, білсін, яғни бұйырып тұр, бұйрық рай. Келесі шарттар. Шартты рай, яғни се жұрнақтар арқылы жасалады. Алсам, берсем екен деген сияқты. Келесі қалау рай. Яғни мысалы, менің жазғым келеді. Сосын бұл жерде мен жазғым келеді дегенде г, қ жұрнақтар арқылы жазылады. Ары қарай игі, еді, барса игі, еді. Сосын ғай, гей, қай, кей, мысалы барғайсың деген сияқты мысалмен. Енді тұйық етістікке тоқталсақ. Тұйық етістік етістіктің ерекше түрі. Зат есімдерше түрленіп, жақпенде байланысты болмай, қимылдың, іс-әрекеттің атын білдіретін етістіктің ерекше түрі тұйық етістік деп аталады. Ал енді тұйық етістіктің жасалуы. Негізгі етістік, туынды етістік және болымсыз етістік болып жасалады. Негізгі етістік мысал қарастырсақ, алу, туынды етістік ойлау, болымсыз етістік алмау. Ары қарай салу, туынды етістік ойнау, болымсыз етістік салмау. Көру, негізгі етістік, туынды етістік гүлдеу, болымсыз етістік көрмеу. Негізгі етістік келу, туынды етістік сырлау, болымсыз етістік келмеу. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.